Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздермен классический чизкейк рецептімен бөлісетін боламын. Чизкейк өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірақ видеоны қарамастан бұрын маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Құрамын ингредиентін описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстіне қант қосып миксерлейміз. Сосын жұмыртқа қосып тағы да жақсылап миксерлейміз. Кейін ұнымызға қопсытқыш салып, әуелі миксермен, кейін қасық немесе лопатканың көмегімен қамыр илейміз. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бұл қамырды біз формаға орналастыратын боламыз. Яғни бірінші қамырдың жартысын астына орналастырамыз, екінші жартысына шетін жасап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы қолмен тегістеп жайып шығатын боламыз. Менің формамның сантиметрі 22 сантиметр. Енді салмасын жасаймыз. Негізі жұмсақ езілген сүзбе алған дұрыс. Осы сүзбеге жұмыртқа, қант қосамыз. Және рецепт бойынша қаймақ қосқан дұрыс, бірақ мен осындай қоюлай келген айран қосамын. Енді бәрін жақсылап миксерлейміз. Менің сүзбем езілу үшін мен тағы да осындай езгішпен ездім. Бірақ бұл міндетті емес. Келесі қамырымызды алып, вилкамен осылай видеодағыдай тегістейміз де салмасын құямыз. Қасықпен тегістеп, ыстық пешке 180 градусқа 30-40 минутқа жібереміз. Піскен соң әдемілейміз. Астарыңыз дәмді болсын.